Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы 69-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Қараторғайдың ұясы. Бала күндегідей көңілді. Сәлеметсіз бе Ержан ағай? Деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің? Деді. Жұқа тақтай іздеп жүрмін, деді Берік. Қайтесің? Ол жұқа тақтайды, деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз, деді. Оны мұндай жерден іздей ме екен? Жүр менімен деп шеберханаға ертіп келді. Берік ұяны 2 күн жасады. Ағай оған риза болды. Айсұлу Еламанова. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қой. Мәтіндегі негізгі ойды тап. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Олар неліктен бас әріппен жазылған? Адамның аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Досан, Әсем, Нұржанұлы. Екінші жаттығу. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әр құстың ұясын сипаттап айт дейді. Бірінші бізде қарлығаштың ұясы, екінші суреттегі ағаштан жасалған бұл қараторғайдың ұясы екен. Үшінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жауда қызғанды. Әлия Мәншүк Хиуаз қазақтың батыр қыздары. Әділғазы Қайырбеков. Бас әріптен басталып жазылған сөздердің астынсыз неліктен бас әріппен жазылғанын айт дейді. Себебі адамның есімі бас әріппен жазылады деп айттық, балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңдар.